Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін математика сабағынан шамалар және олардың өлшем бірліктері тақырыбын өтетін боламыз. Сабағымыздың мақсаты шамалар мәндерін, оның ішінде ұзындық өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау. Олай болса балалар, бірінші есепке қараймыз. Бірінші есепте суретке қара, сұрақтарға жауап бер деген. Бізде өлшеуіш берілген, өлшеуіште 1 сантиметрлік жолақшаны көрсетіп қойған. Тура осылай таңдап алған өлшеуіш 1 сантиметр жолақшаның бойында қанша рет салынды дейді. Олай болса балалар санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, яғни 10 рет салынған екен. Жолақшаның ұзындығы неше сантиметрге тең дейді. Егер бір жолақшаның ұзындығы 1 сантиметрге тең болатын болса, онда жолақшаның ұзындығы 10 сантиметрге тең. Жолақшаның ұзындығы неше дециметрге тең? Балалар жоғарыда көрсетіліп тұр. 10 сантиметр 1 дециметрге, немесе 1 дециметр 10 сантиметрге тең. Ендеше жолақшаның ұзындығы 1 дециметрге тең болады екен. Енді балалар ән нұсқасына қарайтын болсақ, оқимыз. Егер таңдап алған өлшеуіш 1 дециметр таспа баудың бойында 10 рет салынса, оның ұзындығы қандай болады? Бұл неше дециметр, неше сантиметр дейді. Егер таңдап алған өлшеуіш 1 дециметр таспа баудың бойында 10 рет салынса, онда оның ұзындығы 10 дециметр болады. Оны сантиметрмен өрнектейтін болсақ, балалар, 10 дециметріміз 100 сантиметрге тең болады. Екінші есепте назар аударамыз. Көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендіруіміз керек. Яғни 1 метрде бізде 100 сантиметр бар. 2 метр 6 дециметрді дециметрмен өрнектейтін болсақ, бізде 2 метрде 20 дециметр бар. Оған 6 дециметрді қоссақ, 26 дециметр. 6 дециметр 2 сантиметрді сантиметрмен өрнектейміз. Яғни бізде 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Олай болса 6 дециметрде 60 және оған 2 сантиметрді қосатын болсақ, 62 сантиметр шығады екен. 39 сантиметрді дециметр және сантиметрмен өрнектейміз. Онда бізде 3 дециметр 9 сантиметр шығады. Есептің ән нұсқасына қараймыз, салыстыруымыз керек. 4 дециметр мен 40 сантиметр салыстырамыз. 4 дециметрде бізде 40 сантиметр бар. 40 пен 40 өзара тең. Келесі бізде 1 метр мен 100 сантиметр салыстырамыз. 1 метрде 100 сантиметр бар. Олар да өзара тең болады екен. 68 сантиметрді 6 дециметр 9 сантиметрмен салыстырамыз. 6 дециметр 9 сантиметрді сантиметрмен өрнектейтін болсақ, бізде 69 сантиметр шығады. Яғни 69 үлкен 68-тен. Дециметр 8 сантиметрді 48 сантиметрмен салыстырамыз. 4 дециметр 8 сантиметрде бізде 48 сантиметр бар. Яғни олар да өзара тең болады екен. Келесі есепті шығару керек. Стадиондағы жүгіру жолағының ұзындығы 91 метр, ал спорт залдағы 62 метр. Спорт залға қарағанда стадиондағы жүгіру жолағы қанша ұзын? Берілген жазамыз. Стадионда 91 метр, спорт залда 62 метр. Қанша метрге ұзын екен табу үшін үлкен мәнден кіші мәнді азайтамыз. Шешуі 92 метр азайту 62 метр тең 29 метр. Жауабы 29 метрге ұзын екен. Келесі есеп 6 дециметр шығу үшін 1 метрді неше сантиметрге кеміту керек? Шешуіне назар аударамыз. 1 метр азайту 6 дециметр. Метрді дециметрмен өрнектейміз. 1 метрде 10 дециметр бар. Енді 10 дециметрден 6 дециметрді азайтатын болсақ, 4 дециметр қалады. 4 дециметрімізді сантиметрмен өрнектейтін болсақ, балалар, 40 сантиметрге тең. Жауабы 6 дециметр шығу үшін 1 метрді 40 сантиметрге кеміту керек. Бесінші есеп. Көрсетілген өлшем бірліктеріне түрлендіруіміз керек. 7 дециметр 8 сантиметрді сантиметрмен өрнектейтін болсақ, 78 сантиметр болады. Келесі 70 сантиметрді дециметр мен сантиметрге бөлуіміз керек. 70 сантиметрімізде 7 дециметр 0 сантиметр болады. Ән нұсқасында балалар салыстыруымыз керек. 7 дециметр 9 сантиметр мен 9 дециметр 7 сантиметр салыстырамыз. 7 дециметр 9 сантиметріміз бізде 79 сантиметрді, ал 9 дециметр 7 сантиметр 97 сантиметрді құрайды. Яғни 97 үлкен 79-дан. 5 метр 50 дециметрді салыстыруымыз керек. 1 метрде 10 дециметр бар, яғни 5 метр 50 дециметрді құрайды. 50 дециметр мен 50 дециметр өзара тең. Келесі 6-шы есеп. Қай сынық сызықтың ұзындығы қызыл түсті кесіндінің ұзындығына тең? Кесіндінің ұзындығы 11 сантиметрге тең. Енді қалған сынық сызықтарды өлшейміз. Мысалы, бірінші
4 сантиметр, 2 сантиметр, 3 сантиметр және 1 сантиметр. Осы 4 қабырғаны қосып аламыз. Жауабы 10 сантиметр. Келесі жасыл түсті сынық сызықтардың ұзындықтарын қосатын болсақ, 11 сантиметрге тең болады екен. Яғни балалар, жауабы жасыл түсті сынық сызықтың ұзындығы қызыл түсті кесіндінің ұзындығына тең екен. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.